Ardaқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям инналлази лайса фи жауфихи шайун минал Құран кал байтил хариб деп айтады. Ақиқатында кеудесінде Құраннан еш нәрсе болмаған, Құранның бірде-бір аяты болмаған адам ол қирап тұрған үй тәрізді дейді. Жай мұсылманмын деген жетпейді бізге енді. Біз енді айтамыз, ла илаха иллаллах деп айтсаңыз, сіз мұсылмансыз деп айтамыз. Оған ешбір дауымыз жоқ. Бірақ сіз ертең Алланың алдына қалай барасыз? Тым құрғанда, дастарханда ер азамат болып отырып, ықылас пен фатиханы білмесеңіз, қалай болады ол? Мен Құран жаттап алдым дейді. Кириллицадан жаттап алдым дейді. Арабшасына тілім келмейді дейді. Құран үлкен ұлық кітап болғанмен, оның 1000 қырының бірі кез келген адамның тіліне жеңіл болуында. Құранды тек қана ғұмырын арнаған кісі ғана жаттайды деген нәрсе жоқ. Оқумен, жұмыспен қатар алып жүріп жаттауға болатын кітап. Құранның ұлылығы сонда, мұғжизалығы сонда. Менің жолым болмай жатыр, үйде ұрыс керіс болып жатыр деп мешітке келетін отбасы мүшелері бар, адамдар бар. Жұмысым жүрмей жатыр, бірім екі болмай жатыр, балам тыңдамайды, әйелім тыңдамайды, күйеумен ұрсам деп келетіндер болады. Сіз Құран оқисыз ба десе айтады, мен оған уақытым жоқ дейді. Бала шаға бағуым керекпін дейді. Құранның баршасын оқу шарт емес. Өйткені Құранның белгілі сүрелері бар. Құранның негізгі мән мағынасын қамтитын сүрелері бар. Не сонда оқымаймыз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям науиру маназилакум бис-салати ва қираатил Құран деп айтқан. Шаңырақтарыңызды, үйлеріңізді намаз оқумен, Құранды тилауат етумен, Құранды оқумен нұрға бөлеңіздер дейді. Үйіңізде отбасылық қиыншылық болып жатыр ма? Жұмысыңыз жүрмей жатыр ма? Неге Алладан сұрамайсыз? Неге Алланың сөзін оқымайсыз? Бас кінәрат демек өзімізден. Басты шешілмей жатқан түйіннің басты айыпкері ол өзіміз. Алланың сөзін оқымаймыз, Алладан сұрамаймыз. Құранның 1001 қыры бар. Құранды оқығанда сауап, тыңдағанда сауап. Оқи алмай жүрген адам Құранның кітабын ашып, ықыласпен қарап, менің жаратушымның сөзі, Раббымның сөзі деп көз салып отыратын болса, ол да сауап. Намаздан кейін біздің мешіттерде, осы Қазақстанның, Орта Азияның мешіттеріне қалыптасқан дәстүрде намаздан кейін міндетті түрде Құраннан бір сүре немесе бірер аяттар оқылады. Ол да сүннет. Өйткені Абдулла ибн Масуд, Алла одан разы болсын, сол кізге пайғамбарымыз маған Құран оқып берші деп айтады. Сонда Абдулла ибн Масуд, уа Алланың елшісі, сізге Құран түскен болса, мен сізге қалайша Құран оқимын деп таңғалады. Сонда мен басқа біреуден Құранды естігенді ұнатам, жақсы көрем деп айтады. Сөйтіп Абдулла ибн Масуд Құранды оқи бастайды. Сөйтіп белгілі бір аяттар келген кезде пайғамбарымыз жә тоқта деп айтады. Сонда Абдулла ибн Масуд, мен Құранды оқуды тоқтатып қарасам, пайғамбарымыздың қос жанарынан да, екі көзінен де жас қора-қора болып ағып жатыр екен дейді. Намаздан кейін Құран оқылған кезде тыңдап отыратын болсақ, біздің ақылымыз түсінбесе де, біздің жүрегіміз түсініп, сүннет орындаған боламыз. Өйткені ол біздің жаратушымыздың сөзі. Құранның тағы да көптеген қырлары. Жай адам емдік үшін де оқылады ол. Адамның денесіндегі сырқат үшін, науқастық үшін де оқылып шипа ретінде оқылады.
Құран әрине Алла тағала мына жер бетін басып жүрген